Бай әке, кедей әке. Аудиокітап. 5-ші тарау, 4-ші сабақ. Құрметті тыңдарман, егер де сіз алғашқы тарауларды әлі тыңдамаған болсаңыз, описание немесе комментарий бөлімінен алғашқы тараулардың сілтемелеріне өте аласыз, немесе плейлист бөліміне өтіңіз. Каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудиокітаптарымыз сізге көрініп тұрсын десеңіз, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Салықтар қалай пайда болды және корпорациялардың артықшылықтары неде? Мектепте Робин Гуд және оның көңілді жолдастары туралы оқығандарыңыз есімде қалыпты. Оқытушы бұларды байлардың ақшаларын тартып алып, кедейлерге үлестіріп беретін, өмірлері романтикаға толы батырлар деп айтатын. Бұл солардың тарихы деп түсіндіретін. Менің бай әкем Робин Гудты батыр емес, қарақшы дейтін. Қазір Робин Гуд жоқ болса да, оның ісін жалғастырушылар бар. Мен мынадай сөздерді жиі естимін. Осы үшін неге байлар төлемейді, немесе кедейлер үшін байлар салықты көп төлесін. Мұндай Робин Гудтық, яғни байлардан ақшаны тартып алып, кедейлерге берушілік идеясы аяғында айналып келіп, сол орта класс өкілдері мен кедейлер үшін үлкен проблемалардың бірі болды. Өйткені сол Робин Гуд идеясы негізінде орта класс өкілдері енді салық төлеушіліктен жапа шегуде. Шындығында салықты байлардан жинамайды. Мұның ауыртпашылығын негізінен орта класс өкілдері көтереді. Кедейлер үшін салықты олар төлейді, әсіресе оның жоғары сауатты бөлігі. Мұның механизмін дұрыс түсіну үшін, оның барлығын тағы да тарихи перспективалық тұрғыдан қарауымыз керек. Салықтар тарихын еске түсірелік. Менің оқымысты әкем білім беру тарихының маманы болатын, ал бай әкем салық тарихының. Бай әке бізге Майк екеумізге алғашқы кезеңде Англияда және Америкада салық болмаған деп түсіндіретін. Кей уақытта соғыс шығындарын өтеу үшін уақытша ақша жиналатын. Король немесе президент үндеу салып, әр адам өз үлесін қосуды сұрайтын. Мысалы, Англияда 1799-1816 жылдары Наполеонмен соғыс үшін салық жиналған, ал Америкада 1861-65 жылдары азамат соғысы кезінде. Ақырында Англия 1874 жылдан бастап тұрақты салық төлеуді өмірге енгізді. Америка 1913 жылы өз конституциясына 16-шы өзгерісті енгізіп, табыс салығын төлеуді тұрақты түрге айналдырады. Дегенмен Англияда да, Америкада да өз азаматтарының салықты тұрақты түрде төлеу қажеттілігіне көздерін жеткізу үшін 50 жыл уақыт қажет болған. Бұл тарихи деректер салық түрлері тек қана байлардан ғана алынсын дегенді көрсетпейді. Бай әке нақ осы жағдайға біздің назарымызды аударды. Оның түсіндіруінше, салықтар идеясы кең таралып, халық тарапынан қолдау тапқан себебі, кедейлер мен орта класс өкілдеріне салық төлеушілік байларды жазаға тарту үшін енгізілді деп түсіндірген. Міне, сондықтан халық осы заң үшін дауыс беріп, оны конституциялық күші бар түріне айналдырған. Алайда заң байларға қарсы қабылданғанмен, кедейлер мен орта класс өкілдері осы заңды қолдап, дауыс беріп, ақырында өздеріне қарсы қабылданған болып шығады. Мемлекет ақшаның түсе бастағанын көрген соң, оның араны ашыла түсті дейді бай әке. Біз сенің әкең екеуміз қарама-қайшылықтамыз. Ол мемлекеттік бюрократ, ал мен капиталистпін. Біз ақша табамыз және өз жетістіктерімізге қарама-қайшылықты тәсілдермен қол жеткіземіз. Мысалы, ол ақшаны ақша шығарып, адамдарды жалдау арқылы табады. Ақшаны көп жұмсап, көп адам басқарған сайын, оның мекемесі үлкейе түседі. Мемлекет құрылымында неғұрлым кәсіпорындар мен мекемелер үлкен болса, сол құрылым оның қадірі арта түседі. Ал менің мекемемде инвесторлар неғұрлым адамдарды аз алып және соғұрлым оларға ақша аз жұмсағаным үшін мені қадірлейді. Міне сондықтан мен мемлекеттік шенеуніктерді жақсы көрмеймін. Олардың мақсаттарының көпшілігі іс адамдарының мақсаттарынан үлкен айырмашылықтары бар. Мемлекет үлкейген сайын, оған сондай көп ақшалар қажет бола бастайды. Біз оны салықтар түрінде төлейміз. Менің оқымысты әкем мемлекет адамдарға көмектесуі керек деп шынайы сенетін. Ол Джон Кеннедиді және оның бейбітшілік корпусы атты идеясын, яғни американдық еріктілерді даму жолындағы елдерге жұмысқа жіберу идеясын жақсы көретін. Мұның оған ұнағаны соншалықты, ол мамам екеуі осы бейбітшілік корпусына мүше болып кіріп, Малайзия, Таиланд және Филиппин елдеріне еріктілерді дайындауға атсалысты. Білім беру бөліміне және бейбітшілік корпусына адамдарды көптеп тарту мақсатында ол бюджетке гранттар мен ақшаның көп түсушілігіне құлшыныс жасайтын. Бұл оның жұмысы еді. Мен 10 жасымнан бастап бай әкеден мемлекеттік шенеуніктер жалқау, ұрылар дегенді ести бастадым. Ал керісінше кедей әкемнен байлар сараң алаяқтар, оларды көп салықтар төлеуге мәжбүр ету керек дейтін. Бір себептен екеуінікі де дұрыс еді. Бірі қаланың ірі капиталисі әкеме жұмыс істеп, кешке қоғам қайраткері өз әкеме оралу. Маған оңай емес еді. Қайсысына сену керек? Дегенмен салық тарихын зерттесек, қызық тенденциялардың барлығын көреміз. Мен жоғарыда атап өткенімдей,
салықтар туралы заңның қабылдануы көпшіліктің Робин Гудтық экономикалық теорияға сенгендігі еді. Яғни байлардан барлығын тартып алып, қалғандарға бөліп беру идеясы. Мұның проблемасы мынада. Мемлекеттік аранының ашылғаны соншалықты, салықты орта класс өкілдерінен де алуға тура келеді. Бүгінгі күнге дейін оның шекарасы әлі төмен қарай түсуде. Ал байлар бұдан бірден өздеріне жаңа мүмкіншіліктердің бар екенін көреді. Олар енді бұрынғы ескі ережелермен ойнамайды. Жоғарыда айтылғандай, сол уақыттың өзінде байлар корпорацияны құруды үйренген еді. Меншіктің бұл түрі әсіресе әскери теңіз флотын құру кезеңінде кең тараған болатын. Бай адамдар әр саяхат сайын күрделі салымдардың жойылып кету қаупін азайту үшін корпорациялар құрған. Саяхаттарды қаржыландыру мақсатында олар өз ақшаларын корпорацияға біріктірген. Одан кейін корпорациялар жаңа жерлерден асыл қазыналарды алып келу үшін арнайы командаларды жалдаған. Кемелер қасіретке ұшырап, командалар құрып кеткенде, байлар тек қана осы корпорацияға бір саяхат үшін қосқан ақшасынан ғана айырылған. Корпорация идеяларының құқықтық негізі байларға, кедейлер мен орта класс өкілдеріне қарағанда басымдылық береді. Мені екі әке тәрбиеледі: социалист және капиталист. Капиталистің қаржы жөніндегі философиясының ойға қонымды екенін тез түсіндім. Ал социалистер болса, ақыр соңында қаржылық білімдерінің жетіспеушілігінің салдарынан өз-өздерін жазалайды деп шештім. Байлардағының барлығын тартып аламыз деп, қиқу салатындар не ойлап тапса да, байлар оларды алдап кететін жолды табады. Міне сондықтан да салық төлеу ақырында орта класс өкілдерінің үлесіне тиеді деген сөз. Байлар зерделі қауымның көпшілігінің қаржы туралы ештеңе де білмейтіндіктерін пайдаланып, алдап кетіп отырған. Барлығын алдап кетуді байлар қалай жүзеге асырған? Байлардағылардың барлығын тартып аламыз деген салық өмірге енгенде, мемлекет қазынасына ақша құйыла бастайды. Бас кезінде барлығы да риза болады. Сөйтіп, ақша мемлекеттік қызметшілерге және байларға түсе бастайды. Қызметшілер ақшаны еңбекақы және зейнетақы түрлерінде, ал байлар өздерінің заводтары мен фабрикаларының мемлекетпен келісімшарт жасау түрінде. Мемлекет үлкен көлемдегі ақшаның иегері болады. Бірақ бұдан қаржыны қазыналық басқару қиындығы туындайды. Бұл ақша ағымының қолайлығын тоқтатқандаймен бірдей болды. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет шенеуніктерінің тарапынан ақша артықшылығынан қашқақтау деген сөз. Егер де сіз бөлінген қаржыны игере алмасаңыз, онда келесі бюджетте ол сізге берілмеуі де мүмкін. Мұндай экономика үшін сізді ешкім мақтамайды. Ал бизнесмендер болса, мұндай жағдайда қуанышты болады. Себебі, егер де оларда артық пайда болса, өндірістері одан әрі тиімді жұмыс істейді. Дегенмен мемлекетке көп ақша жұмсауға тура келеді. Сондықтан ақша сұранымы арта түседі. Сөйтіп, байлардағылардың барлығын тартып аламыз деген идея енді қоғамның аз табысты бөлігіне де тарала бастайды. Ақырында осы идеяны қолдаған кедейлер мен орта класс өкілдеріне де жетеді. Нағыз капиталистер өздерінің қаржылық білімдерін епті пайдалана отырып, бұдан шығу жолдарын тапқан. Олар корпорациялық қорғау тәсіліне қайта оралған. Сөйтіп өз мүдделерін қорғау мақсатында корпорациялар құрған. Жұрттың көпшілігіне корпорацияның не екені белгісіз. Бұл шындығында өмірде жоқ көрініс. Еш мемлекеттік тіркеу агенттігінен өтіп, бір заңгердің кеңсесіне жатқан бірнеше парақ қағаздардан тұратын жай ғана папка ғана. Маңдайшасына корпорация аталымы ілінген кішкене бір ғимарат. Не фабрика, немесе адамдар тобы емес. Бұл тек қана заңды құжат арқылы құрылған жансыз заңды тұлға. Тұрақты салық туралы заңның пайда болғаннан бастап, корпорацияны құру кең тарала бастайды. Оның себебі, корпорация табысынан алынатын салық жеке тұлғалардан алынатын салық көлемінен кем. Оның сыртында жоғарыда айтылғандай, кейбір шығындарды салық төленгенше өз ішінде жабуға болады. Байлар сөйтіп тағы да ұтымды жағдайда қалады. Менің жоғары білімді әкем қашанда маған келешегі үлкен корпорациядан жақсы орын тауып алуыма кеңес беретін. Сонымен қатар, лауазым басқышымен жоғары көтерілуімді жақсы көретін. Алайда, егерде мен корпорацияға ақша үшін жұмысқа кірсем, онда сауын сиыр сияқты болатындығымды ол түсінбейтін. Бұл кеңес туралы Баякеге айтқанымда, ол мырс етті де айтқаны, өйткенше ол басқышты иемденсе қайтеді, деді. Бала кезімде Баякенің корпорация менің өзіме қарау керек дегенін түсінбейтінмін. Ол идея маған ол уақытта тіпті мүмкін емес, әрі өзі қорқынышты еді. Ол мені қызықтырғанмен, балаға корпорация қалай қарайды және оған ересек адамдардың қалай жұмыс істейтіндіктерін елестету қиын болатын. Егерде менің Баякем болмағанда, мен сөз жоқ оқымысты өз әкемнің кеңесін қолданған болар едім. Егерде Баяке анда-санда корпорацияны иемдену керек деп ой салып отырмағанда, мен басқа жолмен кеткен болар едім. Бірақ мен 15-16 жасқа келгенімде, оқымысты әкемнің айтқан жолдарымен жүрмейтінімді білдім.
Мен оны қалай істегенімді әзір білмегенмен, өзімнің класстас достарымның көпшілігінің қалаған бағыттарымен жүрмейтіндігімді анық білдім. Бұл шешім менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Мен 20 мен 30 жастың аралығында Байекенің берген сабақтарын нақтылы түсіне бастадым. Мен әскердегі қызметімді аяқтап, Career компаниясына жұмысқа орналастым. Көп ақша таптым. Бірақ әр ай сайын еңбек ақы шегім қолыма тигенде көңілім қалатын. Төлемдер де жеткілікті еді. Жұмысты көп істеген сайын олар да ақырында бастықтар қызмет бабында менің өсетіндігімді, жалақыға қосымшалар төленетіндігі туралы айта бастады. Мұны есту мен үшін әрине қуанышты еді. Дегенмен Байекемнің кімге жұмыс істеп жүрсің, кімді бай қылмақсың деген сөздері басымнан шықпай қойды. 1974 жылы Career компаниясында жұмыс істеп жүріп, мен өзімнің бірінші корпорациямды құрдым. Сөйтіп өз ісімді бастадым. Менің активтер колонкамда бірнеше пункттер бар еді. Енді мен бұлардың мөлшерін көбейтуге кірістім. Еңбек ақыдан алынып төленетін төлемдер көрсеткендей, Байекеннің бізге ғұмыр бойы айтқандарының қаншалықты шындық екені айқындала бастады. Егер де мен оқымыста әкемнің кеңестерін басшылыққа алғанымда, мені не күтіп тұрғанын сездім. Жұмыс берушілер көп жағдайда жұмыскерлеріне өз бизнестеріңді ашыңдар деп кеңес бермейді. Өйткені бұл олардың ісіне зиянын тигізеді деп есептейді. Әрине, кейбір жағдайларда бұл әділетті. Алайда мен барлық зейінімді өз ісіме бағыттап, активтер сатып ала бастағанымда, мен жұмысымды одан да ынталы істей бастадым. Сөйтіп менің алдымда нақтылы мақсат тұрды. Жылжымайтын мүлік сатып алу үшін ақша жинау мақсатында мен жұмысқа ерте келіп және үлкен жігермен жұмыс істеуге кірістім. Гавайяда бұл кезеңде нағыз дағбырт басталып, яғни байлық жасауға мүмкіндіктер туған еді. Мен мұны жақсы түсінген сайын көшірме жасайтын аппаратты көбірек сата бастадым. Оларды көп сатқан сайын көп табыс таба бастадым. Әрине, менің жалақымнан салық та көп алына бастады. Бұл маған шабыт берді. Бұл тұзақтан шығу үшін одан да шабытты жұмыс істедім. 1978 жылы мен компанияның сауда агенттерінің бірінші бестігіне еніп, талай рет бірінші орынды жеңіп алдым. Енді егеу құйрық жүгірісі шеңберінен шығуды армандадым. 3 жылдың ішінде мен өзімнің жылжымайтын мүлікке мамандандырыла бастаған кішкентай жеке корпорациямнан табысты Career компаниясындағы табысымнан артық таба бастадым. Сөйтіп менің жеке корпорациямнан активтер колонкасына түсе бастаған ақша, бұл ақшаның маған қызмет ете бастағандығының белгісі еді. Мен енді әркімнің есігін қағып, көшірме жасайтын аппаратты сатушы емес едім. Байекенің кеңестері нақтылы іс барысында одан да тегеурінді болып шықты. Өз меншігімнен түскен ақша ағымының өскендігі соншалықты маған бірінші рет Porsche автокөлігін сатып алуға жағдай туды. Career'дағы әріптестерім мен жалақымды жұмсап жатырмын деп ойлады. Бірақ бұл олай емес еді. Менің жалақым активтерді сатып алуға кететін. Солай менің ақшаларым өзіме үдемелі жұмыс істей бастады. Активтер колонкасындағы әрбір доллар жұмыскер болып, жұмыскерлердің көбеюлеріне ықпал етіп, қожайынына салық алынбайтын жаңа Porsche сатып алуына қол жеткізді. Career компаниясына үлкен тырысушылықпен жұмыс істедім. Жоспар іске аса бастады. Оның куәсі менің сатып алған жаңа машинам. Байекенің кеңестерінің нәтижесінде егеу құйрық жүгірісінен тезірек шығуыма жағдай туды. Мен бұларды осындай сабақтардан алған қаржылық білімім негізінде жасадым. Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа видеоларымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыз. Комментарий бөліміне сын пікірлеріңізді қалдырыңыз.